Енді үйіңізде кекстің формасы жоқ деп сылтауратпасаңыз да болады. Үйіңіздегі бар пиаланы қолданып, осылай пісіріп көріңіз. Шекер, жұмыртқасын салып араластырамыз. Үстіне сүтін құямыз. Ұнын, ас содасын немесе разрыхитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне майын құямыз. Енді пиаланың ішін майлап, ішіне жарты-жартыдан құйып шығамыз. Содан кейін бетіне мейіз немесе шоколадтан салып әдемілеп шықсаңыз да болады. Енді 180 градуста 25-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осымен кексіміз дайын. Дәмі өте керемет болды. Балаларыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.